алғашқы деңгейдегі IT мамандарға сертификат ұсынатын бір компаниямен танысайық, және оның есімі CompTIA. Яғни мына жерде көріп отырғандарыңыздай, мен осы слайдта бірнеше ақпарат дайындадым, және осы CompTIA компаниясының ұсынатын сертификаттар тізбегімен, ақпараттарымен, беретін білімдерімен, талаптарымен танысып көрейік. Олай болса, мен интернет торабына CompTIA деп жазайын. Және осы CompTIA компаниясының ресми веб парақшасына барайық. Және біз бұл жерде бірінші ашылған парақшаны жабамыз. Және мен мысалы осы CompTIA компаниясы туралы мағлұмат оқып кетейін. Яғни қарап отырсаңыздар, CompTIA деп отырғанымыз бұл енді біз жайлы деген мағлұматқа келейік, және оның ішінде мысалы сертификацияны басайық. Білесіздер ме, бұл жерде интернет торабында мына жерде жазылған мағлұматтарды өздеріңіз әбден оқып, тамаша танысып алсаңыздар болады. Мен бірақ өзімнің көзқарасым ретінде сіздерге ақыл кеңесімді айтайын. Яғни CompTIA компаниясы, енді бұл компанияның сертификациясымен, сондай-ақ ұсынған бағдарламалармен өкінішке орай мен ертеректе танысып үлгермеппін. Алайда соңғы уақытта, яғни осы компанияның ұсынған сертификациясы, сондай-ақ бағдарламаларын мен кеңінен қарастырдым, және меніңше өте тамаша мағлұмат беретін сияқты. Яғни CompTIA бұл осы IT саласына алғашқы қадам басқан мамандарға негізделген. Және де оның ішінде мысалы бұл компанияның көздеген мақсаты ірі компаниялардың тауарларына негізделмейді. Яғни мысалы желі саласындағы Cisco, сондай-ақ Juniper немесе Mikrotik сияқты жеке бір компанияны алып қарастырмайды. Бұлар жалпы бүгінгі заманға дейінгі мысалы желі технологиясы қалай дамыды, алғашқы тауарлары, алғашқы қызметтері қалай болды, яғни осындай негіздерін қарастырады. Және осы компанияның ұсынып отырған сертификация тізбегін өтіп болған соң, сіздер мысалы белгілі бір компанияның ұсынған сертификаттары, тауарлары, қызметтермен жеке таныссаңыздар болады. Соның ішінде мысалы CompTIA компаниясының енді мына жерде мен сертификаттарын қазір ашып алайын. Яғни мына жерде осы веб парақшаның сол жағында сертификаттар тізбегі келтірілген. Соның ішінде мысалы сертификация парақшасы, яғни мысалы мен осыны басайын, және бізге қандай сертификаттар осы компанияның ұсынып отырған сертификаттарын көрейік. Мысалы бірінші байқайтынымыз мысалы CompTIA IT Fundamentals дейді. Яғни осы ақпарат технологиясының негіздерін оқытатын бағдарлама. Және мен осы бағдарламаны, яғни танысатын болсақ, мен қазақ тіліне аударып қойдым. Және бұл жерде қандай мәселе қарастырылады? Яғни бірінші кезекте аппараттық жабдық. Жаңа айтып кеткендей, ақпарат технологиясы бұл компьютерлермен және компьютер желілерімен тікелей синоним сөз ретінде қолданылады дедік. Яғни бүгінгі таңда осы компьютерлердің қоғамда ойнайтын рөлі өте тамаша. Яғни компьютердің дамуы ақпарат технологиясын алға жетеледі десек болады. Яғни барлық технологияны бір жағынан осы компьютер деп айтсақ та болады сияқты. Яғни компьютердің, мысалы дербес компьютердің немесе серверлік компьютердің бастапқы қадам ретінде аппараттық жабдығымен танысамыз. Яғни ол темір тесегі, темірі, hardware деп айтып жатады ағылшын тілінде. Сондай-ақ оның сандық құрал жабдықтары, яғни бүгінгі таңда барлық құралдар қазір цифровые системы деп айтып жатады. Сондықтан технологиялар сандық жүйеге өтіп жатыр. Олай болса, осы сандық құрал жабдықтардың негізін қарастырады. Одан кейін мысалы перифериялық құрылғылар мен қосқыштар, яғни бұл деп айтып отырғаны біздің бизнесте немесе жеке өмірімізде жұмыс жасауға мүмкіндік беретін принтерлер, сканер, сондай-ақ қосқыштар деп отырғаны, яғни бұл осы технологиялардың барлығын біріктіру үшін әрине біз қосатын кабельдер, әртүрлі кабель түрлерімен таныс болуымыз керек. Мысалы енді қарапайым мысал ретінде HDMI, сол сияқты VGA кабельдері, яғни осы IT саласында кең қолданылатын стандарттар, кабельдер, қосымша құрылғыларды, сондай-ақ операциялық жүйелерді, яғни байқап отырсаңыздар, бұл жерде Windows немесе Linux, Unix немесе macOS операциялық жүйесі деп жеке бөліп жарып жатпайды. Яғни операциялық жүйелердің жалпы жұмыс жасау принципі, оның негіздері, ол жерде, яғни операциялық жүйеде қолданылатын бағдарламалар, қосымшаларды жалпылама талқылайды, және олардың қалай жасалынатыны, яғни оларда бір белгілі принципке негізделеді, яғни қандай программалау тілдері қолданылады, және ол бағдарламалардың даму бағыты қандай болып жатыр, осындай негіздерін қарастырады. Және келесі саты мысалы желі жүйесі. Яғни желі деп отырғанымыз бұл енді орыс тілінде сет немесе ағылшын тілінде network деп айтып жатамыз. Желі бұл бүкіл әлемді біріктіріп тұрған, мысалы интернетті желілердің желісі ең үлкен торап деп айтып жатады. Сондай-ақ сымсыз байланыс,
Wi-Fi, WiMAX осындай технологиялардың негіздерін, түп тамырын таныстырады. Және де тез көз жүгіртетін болсақ, мысалы желіде ортақ файлдарды қалай жасаймыз? Желілік сақтау құрылғылары, яғни желілік сақтау құрылғылары деп отырғанымыз, ол болашақта таныс бола жатарсыздар, таныс болмасаңыздар, мысалы NAT деп аталынатын технология, сондай-ақ желілік сақтау құрылғылары және де мобильді құрылғылар, яғни бүгінгі таңда мобильді құрылғылардың саны өте көп, мысалы қарапайым ұялы телефон, планшет, ноутбук, тағы да басқа құрылғылар, олардың негіздері, олардың жасалу принципі, яғни олар мысалы дербес компьютерден немесе үлкен серверлік суперкомпьютерлерден қалай ерекшеленетінін осы жерде түсіндіреді. Сондай-ақ бүгінгі таңда қауіпсіздік өте алғашқы қатарға шықты, яғни кибератака, яғни хакерлер деп айтып жатады. Енді бұл жерде біз түсініктерге тоқталмай-ақ қояйық, алайда осы технологияның дамуы бүгінгі таңда оны теріс бағытта қолданып, ақпараттық қауіп тудыратын, ойы теріс адамдарға да өте кең жол ашып отыр десек болады. Бүгінгі таңдағы технологияның беретін мүмкіндіктері өте шексіз, яғни бүгінгі таңда жеке адамның немесе кәсіпорындардың, үлкен ұйымдардың, яғни жеке құжаттарына, жеке өміріне қол соғатын жағдай туындатып отыр. Және сондықтан осы қауіпсіздік саласында жұмыс жасайтын мамандар, қауіпсіздік технологиялары өте маңызды қарастырылады. Сондай-ақ қарапайым жеке дербес компьютерді құрастыру негіздерін қарастырады екен. Яғни бұл осы мысалы CompTIA компаниясының ұсынып отырған IT негіздері деп аталынатын бағдарлама. Және мысалы мен осы сертификацияға келетін болсам, мына жерде осы толығырақ көруге болады. Яғни жаңа мен берген мағлұматты осы жерде тағы да қайталайды. Яғни бұл жерде көретініміз осы сіз IT саласындағы өзіңіздің кәсіби шеберлігіңізді дәлелдеңіз дейді. Яғни сіз IT саласының негіздерін білетініңізді көрсетіңіз дейді. Және де мына жерде жалпылама сипаттайтын болсақ, мысалы CompTIA орталығының IT Fundamentals деп аталынатын сынағы, бұл осы информация технологиясы, яғни ақпарат технологиясының негіздерін білетініңізді дәлелдейді дейді. Яғни ең қадам басқан, яғни мен сіздерге осы біздің сабағымыздың тақырыбында жаңа айтып кеттім ғой. Мен IT маман болғым келеді, және алғашқы қадамдар қандай болмақ. Яғни сіз мысалы болашақта программист маман, немесе директормен жұмыс жасайтын маман, желілер саласында жұмыс жасайтын маман, немесе серверлермен, яғни осындай жүйе администраторы болып жұмыс жасағыңыз келсе, онда сізге осы IT негіздерін білген болашақта өте көмегі үлкен болуы мүмкін. Яғни бұл жерде компьютердің негіздері, желілердің негіздері, оның барлығы қарастырылады. Және бұл жерде көретініміз сынақтың бүгінгі атауы дейді, FC0 U51 дейді. Және бұл жерде сынақтың кейбір сипаттамалар берілген екен, яғни мысалы 75 сұрақ болады дейді. Және тестілеу сұрақтарына ұқсас болып келеді дейді. Сізге берілетін уақыт 60 минут дейді. Және қай тілдерде тапсыруға болатыны, және де сіздің сынақтан өтуге қажетті ұпай санын жазған екен. Сондай-ақ мына жерде осы сынақтың бағасын көретін болсақ, 115 ақш доллары депті. Енді яғни сіздерге сынақты тапсыру міндет емес, алдында айтқандай сіздерге ең бастысы осы көрсетіп отырған бағыты, беретін құжаттарын танысып, интернеттен іздеп, яғни осы сертификатты танысып көрсеңіздер болады. Және бұл компанияның басқа да сертификаттарына келетін болсақ, мысалы CompTIA A+ деп отырғаны осы IT негіздері сертификатында өткен сабақтарды, сондай-ақ тәжірибені, оның барлығын тереңдете түседі. Және мен сіздерге жаңа оқып кеткен мына мағлұматтарды терең әрі кеңірек қарастырады. Сондай-ақ басқа бағдарламаларына келетін болсақ, мысалы желі негіздері дейді. Яғни бұл да өте маңызды сабақтардың бірі. Яғни осы сабақпен танысып көріңіз. Сондай-ақ мысалы Linux немесе Cloud Computing, сондай-ақ қауіпсіздік саласында, яғни көріп отырғандарыңыздай CompTIA компаниясының өзінің ұсынатын бағдарламалары бірнеше. Мысалы сервер саласында қауіпсіздік, яғни бұл жерден көретініміз CompTIA компаниясы осы қай бағытқа қадам бассаңыз, бірінші қадам басатын, бірінші ізденетін сертификатыңыз немесе құжатыңыз, ақпаратыңыз осы жерден табуға болады.
Және достар, мен осы бағдарламаларды, яғни мысалы жеке-жеке кейін толығырақ тоқталып, оның барлығын кішкене ашып, тереңірек қарастырамын. Сондықтан сізге қызықты болса, болашақ сабақтарда оны көруге болады. Енді мен бұл жерде жалпылама айтып отырғандықтан, қазірге CompTIA компаниясын осы жерден тоқтатайын. Яғни мысалы A+, Network+, осы сертификаттарды кейін кеңірек талқылай жатармыз. Енді келесі болашақ сабақтарда мысалы Microsoft компаниясының, сондай-ақ Cisco, Linux компанияларының, Mikrotik, Junos, яғни Juniper, сонымен қатар Oracle виртуализация саласындағы VMware компанияларының ұсынып отырған сертификаттау бағдарламалары, олардың ұсынып отырған сынақтар саны және сынақтарының түрлері, осылармен танысып көреміз. Олай болса, мен келесі сабақта сіздермен кездескенше әзірге қоштасамын.